Ертеде бір ауылда үнемі қызыл телпек киіп жүретін қыз болыпты. Оны барлық ауыл адамдары қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні қызыл телпекті анасы шақырып алып, мына себеттегі тәтті бәліш пен балды әжеңе алып барып, халін сұрап келе ғой. Жарайды, анашым. Мен әжеме тәтті бәліш апарамын, ля-ля-ля. Мен әжеме тәтті бәліш апарамын, ля-ля-ля. Орман қандай керемет, әдемі гүлдер, мейірімді жануарлар, маған орман қатты ұнайды. Кенеттен қасқыр шығып, қызыл телпекті бақылап тұрады. Сәлем, сүйкімді қыз, қайда барасың? Қызыл телпек еш қорықпай. Әжемнің үйіне барамын. Қасқыр қызыл телпектің әжесінің үйіне асыға жолға шығады. Сүйкімді қыздар, бұрын барайын, бүгін тоятын болдым-ау. Немерем келген шығар, есікті ашайын. Қасқыр есіктен атып кіріп, әже қорқып қалады. Қасқыр әжені шкафқа тығып, өзі әженің киімін киіп төсегіне жатып алады. Бұл кезде қызыл телпек орманда алаңсыз әжесіне гүл теріп жүреді. Болды, бәрі дайын, сүйкімді қызда ендігі келіп қалу керек. Қызыл телпек қуана, мінекей әжемнің үйіне келіп қалдық деп есікті қағады. Әжем неге есікті ашпай жатыр? Тағы да есікті қағып көрейінші, есітпей қалды ма екен? Кенет есік ашылып, қызыл телпек үйге кіреді. Үйге кірсе, төсекте әжесінің киімін киіп алып, қасқыр жатыр екен. Әже, мен саған ормандағы ең әдемі гүлдерді теріп әкелдім. Рахмет, менің сүйкімді немерем. Әже, даусыңызға не болған? Неге жуан? Бәрі дұрыс, немерем, жай ғана суық дейді. Әже, құлағың неге үлкен? Сені дұрыс есту үшін құлыным. Ал көзің неге үлкен? Сені жақсы көру үшін құлыным. Әже, ал аузың неге үлкен? Сені жеу үшін. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес сияқты. Әбден сабыры таусылған қасқыр орнынан атып тұрып, қызыл телпекті қуа жөнеледі. Қызыл телпек үстелдерді айнала қашып, қасқырды жеткізбей қашады. Сол маңнан өтіп бара жатқан орманшылар қандай дауыс деп терезеден қарайды. Орманшылар есіктен атып кіріп келеді, қасқыр қорқып қалады. Қасқыр қорыққаны сонша терезеден орманға қаша жөнеледі. Қызыл телпек әжесін шкафтан шығарып, қуанып құшақтап алады. Әже мен қызыл телпек орманшыларға алғыстарын айтып, Рахмет, орманшылар. Қош келдіңдер. Осылайша кішкентай қызыл телпек ешкімге сенбеу керектігін түсініп жетіпті. Осымен ертегіміз аяқталды, балалар. Ертегі ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңдер.